Альп Навруз 1990 жылы Стамбулда дүниеге келген. Альп үйінің үлкені, өзінен кейін сіңілісі мен інісі бар. Бала кезінде бос уақытында кітап оқумен және актерлардың өмірбаяндары туралы фильмдер көргенді ұнатқан. Мектеп кезінде шығармашылыққа қызыға бастады. Шағын қойылымдарда ойнай бастайды. Ата-анасы ұлдарының хоббиін қолдаған. Стамбул техникалық университетінің түрік тілі және әдебиеті мамандығы бойынша түлегі. Оқу барысында ол әйгілі түрік театр және кино актерлерінен актерлік сабақ алды. Көгілдір экранға бірінші модель ретінде танылды. 2016 жылы Навруздың актерлік дебюті өтті. Ол аяусыз толықметражды фильміне қатысты. Содан кейін ол басты рөлдерде атақты актерлар Ханде Ерçel мен Бурак Deniz ойнаған «Махаббат сөздерді түсінбейді» сериалына түсті. Сол жерде ол көрермен назарына түсе білді. 2017 жылы Фазилет ханым және оның қыздары драмалық сериалына қосылды. Альп Навруз негізгі құрамға кірмегеніне қарамастан, оның сериалдағы ойыны көрермендердің оң бағасына ие болды. Жобаға қатысу актерге атақ даңққа келіп қана қоймай, одан әрі картиналардағы басты рөлдерді де алды. 2018 жылы Альп Навруз өзінің алғашқы басты рөлін қол созған үміт көп сериалы драмасында Дженниктің рөлін сомдады. 2021 жылы Аралдағы ертегі комедиялық мелодрамасы жарық көрді. Онда Навруз басты рөлді сомдады. Осы сериалдан кейін Альп Навруздың сүйіктісі оның Аралдағы ертегі сериалындағы серіктесі Айча Айшин Туран екендігі туралы ақпарат пайда болды. Қауесеттерге сәйкес актерлердің романы осы жобаның түсірілім алаңында басталды. Бірақ олардың өздері уақыт бойы арақатынастарын жасады. Екі актердің қарым-қатынасы жанкүйерлер мен баспасөздің қызығушылығын арттырды. Кейін Альп Навруз Айчаның шынымен оның сүйіктісі екенін растады. Бірақ 2022 жылдың соңында актерлар арақатынастарын тоқтатқандығын жариялаған. Бүгін мен сіздерге Лейла телехикаясындағы Нұрдың рөлін сомдаушы актриса туралы айтатын боламын. Назлы Гонжа Вуслантери, түрік актрисасы, сценарист, ақын, радио жүргізушісі және актерлік шеберлікті үйрететін мұғалім. Назлы Гонжа 1986 жылы 2 қыркүйекте Түркияның Бурса қаласында дүниеге келген. Оның арғы тегінде черкес, абхаз, грузин және араб ұлттарының қаны бар. Әкесі әскери офицер болғандықтан отбасымен бірге біраз уақыт Адана қаласында тұрады. Отбасында үлкен туған әпкесі бар. Әпкесі музыкант Асли Вуслантери және өгей ағасы Джем Вуслантери. Актрисаның көптеген отбасы мүшелері әскери салада қызмет етеді. 1994 жылы әкесі зейнетке шыққаннан кейін Бурсаға отбасымен оралады. Бірақ 1998 жылы анасы мен әкесі ажырасқаннан кейін Гонжа анасымен бірге Стамбулға көшіп келеді. Стамбулда Мюдат Кезен өнер орталығының театр бөліміне түседі. Актрисаның алғашқы жұбайы дыбыс инженері Эдип Бурак Эрдоған болды. Олардың некелері 2015 жылдан 2018 жылға дейін созылды. 2020 жылдың күзінде актриса өзінің жүкті екенін жариялады. Кейін 2024 жылдың наурыз айында актриса екінші рет Левент есімді мемлекеттік қызметкерге тұрмысқа шығады. Сол жылдың көктемінде қызды болады. Қыздарының есімі Әсие. Актрисаның балалық шағы. Гонжа Вуслантери 9 жастан 17 жасқа дейін драмалық өнер сабақтарын алады. Ол Мужат Кезен өнер орталығының театр факультетінде 4 жыл бойы білім алып оқыды. Гонжаның дебюті 1997 жылы Супер әке сериалында ойнаумен басталды. Оның сахнадағы алғашқы кәсіби қойылымы артист мектебі спектаклінде өткен еді. 2024 жылғы Лейла сериясында Гонжа Вуслантери өгей қызы Лейланың өмірін әртүрлі сынақтарға ұшыратын зұлым Нұрдың рөлін сомдады. Нұрдың рөлін сомдаған актрисаның ойыны сіздерге ойнады ма? Комментарийға жазып кетіңіз. Алина Боз 1998 жылы Ресейдің астанасы Мәскеуде түрік Шенол Бозбен
орыс Ольга Боз отбасында дүниеге келген. Әкесі Боз кәсіби гид болып жұмыс істейді. Анасы білімі бойынша инженер-экономист, фотограф. Алина Боздың атасы мен әжесі Болгариядағы түркі диаспорасынан еді. Содан кейін Түркияға қоныс аударған. Алинаның 7 жасында оның отбасы әкесінің жаңа жұмысына байланысты Стамбулға көшіп келеді. Онда ол түрік тілін үйреніп бастауыш мектепке барады. Көшіп келгеннен кейін Алина бимен айналыса бастайды және театрға қызығушылық танытады. Алина Боз Gökçet жеке авиациялық орта мектебінің борт қызмет көрсету бөлімін және Кадир Хас университетінің театр бөлімін бітірген. Алина түрік, орыс және ағылшын тілдерінде сөйлейді. Актерлік мансабын бастамас бұрын Алина Боз жарнама мен журналдарда модель болып жұмыс істеген. Актерлік мансабын 2013 жылы Ержүрек медбике ситкомында Жананың рөлін сомдаудан бастады. 2014-2017 жылдары ол Парампарша телехикаясында Хазал Гүрпінар, 2017 жылы Менің отаным сен телехикаясының эпизодында Ханшайым Анастасия Романованың рөлін сомдады. Ал 2018-2019 жылдары Қол созған үміт телехикаясында басты рөлдегі Азра Гүнештің рөлін сомдаған. Жеке өмірін айтатын болсақ, 2017 жылдан бастап 2023 жылға дейін әнші Сиден Ақсудың ұлы музыкант актер Медхат Джон Өзермен қарым-қатынаста болған. Бірақ екеуі 2023 жылы айырылысып кетеді. Кейін кинорежиссер Үміт Ибергенмен жарты жылдай уақыт кездесіп, 2023 жылы желтоқсан айында Үміт Ибергенге тұрмысқа шығады. Аздың рөлін сомдаушы актер Бертан Аслани 1990 жылы 3 шілдеде Македонияның Скопье қаласында дүниеге келген. Бертан Аслани музыкант, актер. Оның әкесі Скопьедегі ескі түрік базарында сағат жасаушы Селим деген атпен танымал саудагер болған. Бертан ерте жастан музыка мен спортқа қызығушылық танытқан. 13 жасында ол өзінің жеке студиясын ашып, музыка жаза бастаған. Алғашқы альбомы 2003 жылы жарық көрген. Бертан Аслани Македонияда тұрса да, оның альбомы албан тілінде болды. Отбасында албан тілінде сөйлеседі. Әлеуметтік желіде әндерімен танылған Бертан көптеген бейнебаяндармен өзінің жеке 2 альбомы жарық көргеннен кейін Македония мен Албанияда даңққа ие бола бастады. Бертанның нағыз жұлдызды шағы Түркияға келгенде болды. Ол дамла-дамла түрік әндерінің біріне клип түсіріп шығарғаннан кейін өте танымалдыққа ие болды. Ал актер ретінде дебюті 2011 жылы басталған еді. 2023 жылы Ябаны, яғни Өгей өмір телехикаясы оның актерлық мансабын одан әрі нығайта түсті. Асидің рөлін сомдаушы Рожбин Ерден, модель, актер. 1996 жылы Стамбулда дүниеге келген. Стамбул университетінің мемлекеттік консерваториясының опера факультетін бітірген. Модельдікке де қызығатын Рожбин Ерден 2021 жылдан бері Жалаңаш, Періште, Өгей өмір сияқты сериалдарда ойнаған. Рожбин Ерденге 2023 жылы Өгей өмір телехикаясындағы Асир рөлі үлкен танымалдыққа алып келді. Бұл рөл оның актерлік әлемдегі өсіп келе жатқан жұлдыз мәртебесін нығайтып қана қоймай, сонымен қатар оның жанкүйерлерін көбейтті. Шебнем Хассанисоги 1985 жылы 7 желтоқсанда Түркияның Стамбул қаласында дүниеге келген. Шебнемнің әкесі Иранның тумасы, ұлты Әзербайжан, ал анасы түрік. Әкесі заңгер болған, ал анасы нотариус болып қызмет атқарған. Актер өнерінен басқа музыкамен айналысады. Шебнем көптеген аспаптарда ойнай алады. Мәселен, гитара, барабан, сырнайда ойнай алады. Университетті кино және драма мамандығы бойынша бітірген. Шебнем 2016 жылы музыкант әрі әнші Ахмет Кенан Бергенге тұрмысқа шыққан. Актерлік мансабын 2007 жылы бастаған. Ал 2023 жылғы Өгей өмірдегі Шебнем рөлі оған әлемдік танымалдық алып келген. Юрдайер Окур 1974 жылы 29 қазанда Түркияның Ризия қаласында грузин және лаз отбасында дүниеге келген. Юрдайер Окур қарапайым отбасынан шыққан. Әкесі медицина саласында қызмет еткен, анасы үй шаруасында болған. Әкесінің жұмысы бойынша көшіп қонып жүрген. Юрдайер үйіндегі үлкені, өзінен кейін 2 қарындасы бар. Мектеп бітіргеннен кейін Актенис университетіне туризм саласына оқуға түседі. Ал 1994 жылы драма саласына оқуға түседі. Осыдан кейін Стамбул қаласының театрларында жұмыс істей бастайды. Диярбакыр театрында 10 жыл басшылық қызмет істеген. Одан кеткеннен кейін біраз уақыт дубляж саласында жұмыс істеген. Кейін телевидение саласына келген. Ең алғашқы елдің назарын аудартқан рөлі 2012 жылы Қарадайы телехикаясындағы прокурор Тұрғыттың рөлі еді.
Ол жерде де Юрдайер жағымсыз кейіпкердің рөлін сомдаған. Юрдайер өз сөзінде жағымсыз кейіпкердің рөлін сомдау жақсы екенін айтқан. Себебі жағымсыз кейіпкерсіз жақсы кейіпкер ешкім емес екенін айтқан.